Алға! Мінекен, солтүстік Норвегияның табиғатыны сүйетіндер үшін салынған бұл саябақ бәріміздің игілігімізге жарасын. Кешіріңіздер, бірдеңені қию керек едім ғой осы кезде. Әрине мәртебелі ханша. Бәлкім, жартып көрерміз. Әлде тістеп көрсекші? Мен тістеуім керек пе? Мұна лентаны. Келдім! Келетін уақытың болды ғой, Плонди. Ал енді, Эгл саябағын салтанатты түрде ашық деп жариялаймын. Мәртебелі ханша, саябақтағы жануарларды көрсетуге рұқсат етіңіз. Мұнаны қараңдар. Керемет. Мәртебелім, мұна жерде нағыз арктикалық жабайы түлкі бар екен. Міне қызық. Бұл жабайы түлкінің нағы өзі. Ал мұна құс түрі ме? Керемет, солай ғой. Жоқ, жаман екен. Бұйрық берсеңіз түлкіні қамаймын. Қазір саябақтағы әйгілі ақсеркені көрсетем. Қандай тамаша. Мұна жақта не бар екен? Ал мынау, тау қыраны. Біздің саябақтың символы осы. Өте әдемі екен. Сіз де әдемісіз. Олай деуге рұқсат етіңіз. Жоғарыдағы ұяда мәртебелім. Теңіз қыраны бар. Саябағымыздың мақтанышы осы. Балапан басып отыр. Оған ерекше қарағандарыңыз жөн. Мен де анамын ғой, оны түсем. Әрине. Анау қыранды жоғалтсаңыз, саябақ жабылып қалады. Не? Қыран болмаса, саябақтың да керегі жоқ. Ричард ағай. Иә, констабль мырза. Анау қыранға ие бол. Қыран жоғалса, саябақ жабылады. Бұл бұйрық. Түсіндім. Плоди, қыранды қара. Ол қайда кетті? Саябақ болмаса қыранда болмайды. Саябақ болмайды дегенім ғой, жоқ, олай емес. Не деді? Абайла! Ай! Қыран болмаса, саябақта болмайды. Ол құсты мен алуым керек. Қыран болмаса, ақша да болмайды. Аңдардың бәрі кәдеге жарау үшін керек. Апа, осы жолы демалысымыз жақсы өтеді деп сөз берген ең. Айналамызда қымбат аң мен құс тұрғанда қайдағы демалыс? Оларды ұстап қамап, тезірек сатып жіберу керек. Бірақ бай адамдар үйлерінде норвегиялық құстарды ұстағысы келеді. Алмаған олардың ақшасы керек. Жоқ, Норвегияның жалауын көрсетпе. Біз енді неміспіз бейттен. Неміспіз бе? Неге? Сонда бізді ешкім тауып ала алмайды. Мына қалада немістің көліктер толып жүр. Бірақ мен немісше білмеймін. Ауфхунтер деп бірден айта бер. Бұдан былай немісше сөйле. Мен